тезірек көріп, сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. 20 қараша күні еліміздің 12 өңірінде қар жауып тұман түседі. Алматыда түнде және таңертең тұман күтіледі. Алматы облысының таулы аудандарында кей уақытта қатты жауын-шашын күтіледі. Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Батыс Қазақстан облысының батысында көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде тұман болады. Атырау облысында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады. Күші 15-20, күндіз облысының батысында 23-28. Түркістан облысының таулы және тау бөктерлі аудандарында тұман күтіледі. Шымкентте түнде тұман болады. Маңғыстау облысының орталығында шаңды дауыл күтіледі. Қызылорда облысында жел шығыстан соғады. Түнде облыстың батысында, күндіз облыстың басым бөлігінде күші 15-20 метр/секунд күтіледі. Видеомыз кеңінен таралып, барша хабардар және сақ болу үшін видеомыз жақындарыңызға таратып, лайк басуды ұмытпаңыз.